Қазақстан Республикасының заң талаптарына сәйкес кез келген қару-жарақты, яғни алып жүруге тыйым салынады. Оның ішінде жаңағы аңшылық, атыс қаруы, спорт қаруы сияқты заттарды, яғни құралдарды өзімен алып жүруге болмайды. Ал біздің қазір қолданыстағы заңнама жаңағы газ баллондарын, яғни оларды пайдалануға рұқсат етіледі. Сонымен қатар газ тапаншасында пайдалануға рұқсат етіледі. Бірақ та бұнда ескере кететін мән-жай, бұл газдың құрамы Қазақстан Республикасының денсаулық министрлігімен, яғни рұқсат берілуі тиіс. Өйткені кейбір газдар болуы мүмкін, өйткені ол газдар адамның, яғни ағзасына, денсаулығына, көз жанарына қандай да бір әсер тигізіп, әсер қалдыруы мүмкін. Сол себептен бұнда өзінің сондай талаптары бар. Енді суық қару немесе басқа да атыс қаруларын ол ұстап жүру, ол өзімен бірге алып жүру, яғни заңсыз, рұқсатсыз. Ол енді Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 287 бабында қарастырылған. Ол жерде, яғни айыппұлдан басталып, бас бостандығынан айыруға дейін жаза қарастырылған. Өйткені оның әрбір бөлігі бар ғой, бірінші бөлігі, яғни екінші бөлігі топ болып деген сияқты. Ол былайша айтқанда 15 жылға дейін бас бостандығынан айыру қарастырылған. Яғни ең жоғарғы бөлігі бойынша. Сол себептен бұнда бүгінгі таңда кез келген, енді оның тәртібін айтып керек жоқ шығар, яғни рұқсат алу мәселесі, оның барлығы болу керек. Сонымен қатар бір атап кететін мән-жай, өзін-өзі қорғау мәселесіне тоқталатын болсақ, егер де қандай да бір бөтен азаматтар сіздің үй жайыңызға кірген жағдайда, онда аяқтан атып, немесе ескерту атысын жасау арқылы ол мүлдем қажет етпейді. Яғни азамат егерде сіздің мүлкіңізге, яғни мүлкі бізде Қазақстан Республикасының Конституциясымен қорғалатын объект болып табылады. Сол себептен егерде сіздің үй жайыңызға, үй жапар жайыңызға кірген жағдайда, сіз ол қару-жарақты, яғни адамның өміріне, денсаулығына қарсы пайдалануға болады. Яғни ескертусіз-ақ. Осындай ескере кететін мән-жай бар.